Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай үлпілдек, жұмсақ болатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараймыз. Өте оңай әрі жеңіл жасалады. Алдымен жылы суға ашытқыны және қантты салып, барлығын араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз. Басқа тереңдеу ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Оның үстіне 2 жұмыртқаны, ерітілген сары май менде 82,5%, осының барлығын саламыз. Одан кейін майонезді саламыз. 1 шай қасық тұзды да салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араласқаннан кейін көтерілген жаңағы ашытқымызды салып, барлығын жақсылап біріктіреміз. Одан кейін електен өткізе отырып 1 килограмм ұнымызды саламыз. Қатты қолға жабыспайтындай қамыр дайын болу керек. Міне дәл осылай тағы да 1 шай қасықтай күнбағыс майын салып, барлығын жақсылап араластырып қамырға біріктіреміз. Дайын болған қамырды осылай целлофан пакетпен орап, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткен соң, міне осындай көлемде қамырымыз көтеріледі. Оны да алып, күнбағыс майымен майлай отырып, тағы да 1 басып аламыз. Басып алған соң, тағы да бетін целлофан пакетпен жауып, тағы да 1,5 сағатқа, 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қалдырамыз. Міне екінші рет басқаннан кейін осындай көлемде үлкен болып көтеріледі. Жұмыс орнымызды ұнмен себелей отырып, қамырымызды төңкереміз. Қамыр өте жұмсақ болғанымен кішкене қолға жабысыңқырайды, сондықтан ұнын себелей отырып, ұнмен жұмыс жасаймыз. Дәл осы қамырды теңде 2 бөлікке бөлеміз, әзірге 1 бөлігімен жұмыс жасаймыз. Міне дәл осындай 1 бөлікті алып, ұн себелей отырып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа болып кетпеуін қадағалаңыз, орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Жұмыс барысында ұнды пайдаланамыз, бірақ қатты көп пайдаланбаңыздар, себебі майда күйіп кетуі мүмкін. Міне дәл осындай қалыңдықта болғаны дұрыс. Кейіннен осындай домалақ бөліктерге немесе өздеріңіз қалаған формаларда кессеңіздер болады. Артық бөліктерін барлығын жинап алып, кейіннен тағы да жайып, бауырсақ пісірсеңіздер болады. Осы кесілген қамырларды мата майлыққа төсеп, бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз. Кейіннен дәл осылай формасы көтеріледі. Бір-бірден алып, қысып тұрған майда, бірақ орташа отта болуы тиіс, 2 жағын пісіреміз.
Мен осындай ағаш шпажкаларды пайдаланамын, өте ыңғайлы. Сіздер де пайдаланып көрсеңіздер болады. Екі жағы да қызарып піскеннен кейін осылай майын барлығын сорғытып алып, қағаз майлыққа төсеп аламыз. Тағы да айта кететін достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, рецепттерге лайк қойып, өздеріңіз пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Қазақша контенттегі каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосқандарыңызға рахмет. Дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецепттері. Сіздер де дайындап көріңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын.